Hi, children. How are you? The theme of our lesson, sports for all. Балалар, біз бүгін спорт туралы сабағымызды жалғастыра береміз. Алайда біздің бүгінгі мақсатымыз ән, сам, әне сөздерінің қалай біз қолдануымыз керек және не үшін қолдануымыз керек, соны біз бүгін қарастырамыз, балалар. Ең алдымен біз мына сөзге көңіл бөлейік. Countable және uncountable. Countable сөзі, балалар, бұл саналатын деген сөз. Яғни countable noun саналатын зат есім. Ал uncountable noun бұл саналмайтын зат есімдер. Енді, балалар, ең бірінші қарап алайық. Саналмайтын зат есімдерге не жатады? Butter, май. Біз майды санай алмаймыз. Milk, сүт. Bread, нан. Cheese, ірімшік. Біз оларды санай алмайды екенбіз. Ал apple, orange, egg, tomato, carrot. Біз бұларды санай аламыз. Яғни сәбіз, қызанақ, алма, апельсин және жұмыртқа. Біз бірінші countable, uncountable'ды есімізге түсіріп алдық. Енді біз және n-ға көшейік. Бұл екеуі бізде, балалар, артикль деп аталады. Және бұл не үшін керек? Бұл сөздің жекеше түрде тұрғанын және оның санауға келетін білдіреді екен. Демек, егер де біздің зат есіміміз, яғни countable болса, яғни санауға келетін болса, және ол жекеше түрде тұрса, жалғыз болса, демек, оның алдына бізде немесе n артиклі тұрады екен. Ал мен n-нің айырмашылығы, балалар, неде екен? Екеуінің жалпы қызметі бірдей. Егер де, балалар, біздің сөзіміз дауыссыз дыбыстан басталатын болса, мысалға си, мінекей ти, онда бізде артиклі болады екен. Ал егер де біздің сөзіміз дауысты дыбыстан басталатын болса, о, е, онда бізде, балалар, n артиклі қолданылады. Сонымен біз және n артиклінің қолданылуын түсіндік. Ал ендігі мәселе бізде самға қарайық, балалар. Сам сөзі бұл бізде бір шама деген білдіреді. Яғни нақты мөлшері жоқ. Ол, балалар, countable nounмен де жүреді және uncountable nounмен де жүреді екен, балалар. Яғни саналатынға да, саналмайтын зат есімдермен жүреді. Бірақ бұл, балалар, тек қана affirmative sentence, яғни болымды сөйлемде ғана кездеседі. Somebody. Біз қазақша, мысалға, былай айтуға болады. There is a somebody in the fridge. Ағылшын тілінде айтамыз some деп. Ал ағылшын тілінде қазақша аударған кезде тоңазытқышта май бар. Бірақ мөлшерін айтпаймыз. Some деген әйтеуір бар, бір шама дегенді. Аз да емес, көп те емес деген. I have some bananas. Менде бірнеше банан бар. Яғни бұл көп те емес, аз да емес, бір шама деген мағынаны білдіреді екен, балалар. Ал anyға келетін болсақ, any. Бұл да бізде саналатын және саналмайтын countable, uncountable nounспен жүреді. Тек қана оның айырмашылығы, балалар, яғни negative sentence, яғни болымсыз сөйлемде, және questions да жүреді екен, сұраулы сөйлемде, балалар. Осыны естерінде сақтаңдар. Сонымен, балалар, n артиклі ол бізде хабарлы, болымсыз, болымды сөйлемдерде жазыла береді. Сам сөзі тек қана хабарлы сөйлемде. Ал any сөзі ол бізде негатив және question'да болады екен. Осы сендерге, балалар, мен түсінікті деп ойлаймын. Мысалдарын оқып кететін болса, an apple, алма. Some apples, алмалар. Some apple juice, бір шама апельсин шырыны. Келесі, there isn't an apple, онда алма жоқ. Немесе notты қоспай, былай айтуға, there is no apple. Келесі, there isn't any apples, онда ешқандай алма жоқ. Немесе there isn't any apple juice, онда ешқандай алма шырыны жоқ. Ал егерде notты қолданбасақ,
яғни n мен any'дің орнына no сөздерін қолдануға болады екен балалар. Ал сұраулы сөйлемде бізде is there an apple? Алма бар ма? Are there any apples? Алмалар бар ма? Және is any juice? Is there any juice? Алма шырыны бар ма? Балалар, енді осы an және some, any сөздерінің қалай қолдану керектігін сендер маған көрсету үшін жаттығуларды орындаймыз.